Құрметті әке мен аналар, біз сіздерге бүгін осы роликта баланы қалай жақсы көру, қалай сөйлесу керек екенін көрсетеміз. Жақсы көру сезімін білдіретін көптеген әдістер бар. Олар баланың жасына қарай өзгеріп тұрады. Бірге жымию, күлу, жақындап бауырына қысу, аймалау, қытықтау, бірге әзілдесу, әзілдеп ойнау, жылы үнмен сөйлесу. Балаға мен сені жақсы көремін деп айту керек. Баламен қарым-қатынас жасаңыз. Нәрестелер туған сәтінен бастап сізбен тілдеседі. Оның тілдесу құралдары жылау, күлімсіреу, дыбыстар шығару. Ата-анасының бетіне қарау, жан-жағына қарау арқылы нәрестелер бізбен сөйлеседі, ойын білдіреді. Ашыққанын, ұйқысы келгенін, біздің көңіл аударғанымызды немесе демалғысы келгенін көрсетеді. Алдымен балалар тіл орталығына барады. Ол жерде тыңдауға, көруге мүмкіндік беру керек. Әртүрлі дыбыстарды ажырата бастау үшін оларды тыңдау қажет. Олар ересектер атын атаған объектіге қарап, көңілін аударып, бірге араласа алады. Әңгімелесетін адаммен кезекпен сөйлесу керек екенін біледі. Дыбыстарды ажыратып үйренгеннен кейін белгілі бір сөздерді, фразаларды түсіне бастайды. Кейін сөйлемді түсінеді. Құрметті ата-аналар, ал енді мына кестеге қараңыз. Туғаннан 3 айдан кейін бала сіздің даусыңызды тыңдайды. 3 айдан 6 айға дейін бала адамдардың бір-бірімен араласуымен, сөйлесуімен танысады. 6 ай мен 9 ай аралығында бала дыбыстарды қайталайды. 9 ай мен 1 жас аралығында бала қарапайым сөздерді түсіне бастайды. 1 жас пен 1,5 жас аралығында бала сізбен сөйлесу үшін күрделі қимылдарды қолдана бастайды және өзінің лексикасының кеңейтуін жалғастырады. 1,5 жастан 2 жасқа дейін бала нұсқауларды орындайды, сөздерді бірге қосып айта бастайды. 2 және 3 жас аралығында сіздің балаңыздың тіл дағдылары күн сайын емес, сағат сайын өседі. 3 жастан сәбиіңіз күрделі сұрақтарға жауап бере алады.